Тұрсынбектің экс-әйелі Мөлдір Мұқанова өзінің киносын бастапқы шоу ретінде қаншама сыйлықтар беріп, танымал жандарға солай шақырған. Ендігі бұның киносына сын айтатын уақыт тұрман. Көрген шығарсыздар, енді шыны керек бәріміз көрдік, ол бүкіл елге тарады дегендей. Мен де оны көрдім, өткенді алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес, не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңағы қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл интервьюда бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осы айтылады сол тап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлік құрамда дейік. Бірінші актерлік құрам слабый. Өйткені ішінде Уақытты мана айтып жатыр, кино өте қызық емес мүлдем. Ешқандай танымал актерлар жоқ арасында. Сондықтан да кино қызық емес деп жатыр, өзінің өмірі туралы деп жатыр. Енді әр адамның әртүрлі ақшасының жеткен жері осы шығар. Өз басым Мөлдірді ондай қатты істемесем де, киносын баруға, қолдау ретінде баруға болады. Мың жерде не болмаса да, қазіргі танымал Қазақстанда актерлардың өзі бір ғана сағатына болсын киноға түсу үшін бәленбай $1 миллион сұрайды ғой. Солардан кейін ондай адамдар болмаған шығар. Бастысы барша қазақ әйелдерінің қалай өмір сүретінін көрсеткен кино болды деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды жаза кетіңіздер. Міндетті түрде комментарыңызды оқитын боламын. Комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.